Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Кешкі асқа қандай тағам жасарыңызды білмей отырсаңыз, дәл осы тағамды жасауды кеңес етемін. Бұл тағамның атауы оңтүстікте дымляма деп аталады. Осы видеоны соңына дейін көрмес бұрын, видеоның астындағы подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңыраушасын басып қойыңыздар. Сол кезде мен жаңа рецепт салған кезде сіздерге міндетті түрде бірінші болып көрінеді. Бізге қажетті заттар сиыр еті немесе қой еті, капуста, картошка, помидор, сәбіз, болгар бұрышы және пияз қажет болады. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Содан кейін капустамызды видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Содан кейін етімізді саламыз және де ет тұздалған болса тұз салмаймыз, ал тұздалмаған болса тұз және қара бұрышымызды саламыз. Мен жасап жатқан ет тұздалмаған сиыр еті, сондықтан тұз және қара бұрышты көз мөлшерімен саламын. Осыдан кейін барлық туралған көкөністерімізді рет-ретімен салып шығамыз. Және де соңында кішкене тұз және қара бұрышымызды саламыз. Картошкамызды салып болғаннан соң тұз және қара бұрышымызды саламыз. Лавр жапырағын салуды да ұмытпаймыз. Содан кейін аскөктерімізді салып шығамыз және де капустаның жапырақтарымен толықтай бетін жауып шығамыз. Қазанымыздың астындағы отты басында қатты қоямыз, содан соң баяу отта 2 сағатқа бұқтырып қоямыз. Ешқандай да су құйылмайды, көкөністердің суына бұқтырылып піседі. Осылай өзі сочный болып шығады. Дәмі деген керемет қыздар. Сіздер де үйлеріңізде жасап көріңіздер. Қонақ келетін кезде жасасаңыздар, міндетті түрде қонақтарыңызға, үйлеріңіздегі жақын туысқандарыңызға ұнайды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дастарханға әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Мен осылай астына салат жапырағымды салдым және де пияз және аскөктермен әсемдедім. Достар, егер де сіздерге менің каналымдағы рецепттер ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын!